Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода, яғни 811-ші не код курстың контесттері болады. Сол 811-ші үшінші дивизионның контестінің алғашқы үш есебін талқылайтын боламыз. Яғни бұл жерде былай сіздерге көрсетейін. Яғни код курста әртүрлі жарыстар болып тұрады. Яғни контесттер. Яғни тип 3 деген осы. Яғни августтың 1-інде болған контесттің үш есебін талқылайтын боламыз. Ал енді бірінші есептен бастайық. Яғни бұл жерде есептің берілуі, яғни мынаны мен былай түсіндірейін сіздерге. Есептің берілуі бойынша, яғни Владтың бірнеше жұмысы болады. Яғни әр жұмысты істейтін бір уақыттар болып тұрады. Яғни мына жерге былай сызып көрсетейін. Яғни мысалы Влад деген жігіттің 3 жұмысы бар дейік. Мысалы, жазып қойын. Мысалы, жұмыс 1, жұмыс 2, жұмыс 3. Мысалы, бірінші жұмысын істейтін уақыты берілген. Мысалы, 3,5 деп. Екінші жұмысы 5,5. Үшінші жұмысы 8,5. Яғни осы 3 жұмысқа ол будильник қойып қояды. Және одан кейін ол бір уақытта ұйқыға кетеді. Және ол ұйқыға кеткеннен кейін осы жұмыс, яғни осы жұмыстардың біреу басталғанға дейін демалады, ұйықтайды. Ол бізге демалатын уақытын табу керекпіз. Мысалы болады, сағат 2:30-да жатқан болса, яғни 2:30-да қарасаңыздар, 2:30-дан кейінгі басталатын жұмыс 3:30. Иә? Онда 3:30-ға дейін онан соң ол 1 сағат демалады деген сөз. Яғни 2:30-да жатып 3:30-ға дейін ол демалатын уақыты бар. Ал егер 2:30 емес, ол бір мысалы айтайық 5:50 десек, 5:50. 5:50-ден кейін қарасақ, 5:50-ден кейін мында 8:30, иә, келесі жұмыс. Яғни 5:50-ден 8:30-ға дейін демалады. Яғни ол дегеніміз 3 сағат емес, қазір 2 сағат. Так, оны қоссақ алпыс, 2 сағат 40 минут па? 2 сағат 40 минут демалады. Яғни 8:30-нан 5:50 алып тастаймыз. 2 сағат 40 минут демалады. Ал енді басқа кестер мүмкін. Мысалы сағат 9-да ол ұйқыға кетті деп өтейік. 9-да ұйқыға кетсе, 9-дан кейінгі жұмыс уақыты қайсы болып тұр? 9-дан кейінгі қайтадан 3:30, иә? Ол дегеніміз, яғни 9-да жатады, ол 24 сағаттың немесе былай көрсетейінші. Мысалы біздің сағат уақыттар былай берілсін, бір периодта. Мына жерде мынау 3:30, 5:30, 8:30. Егер ол мына жаңа айтқанымыз 2 деген осы жерде жасайтын болса, мына жерде, онда ол келесі мынау, яғни осы сағат болады. Мына жерде ұйқыға кетсе, келесі жұмыс уақыты мынау. Ал егер бұдан кейін ұстайтын болса, мына жерде, онда оның жұмыс уақыты, яғни айдан келіп, қайтадан бірінші мынау болып тұр да. Енді егер 9-да ұйықтайтын болса, келесі жұмыс уақыты 3:30. Яғни ол бізде былай болады, яғни 3:30 мен 9-ның арасындағы уақытты табамыз. Қанша уақыт бұл жерде? Бұл жерде 5,5 сағат, иә, негізі. Бірақ одан кейін 24-тен осы 5:30-ды алып тастаймыз. Ол бізде 18:30. Яғни ол былай деген сөз, қараңыздар. Мысалы 9-да жатса, 9-дан кейін ол 18:30 сағат демалады деген сөз. Қоссақ, бізде бұл 3:30 болады. Яғни мынау 24-тен асып кетеді да. 19-ға 8 қоссақ, бізде 27. Одан 24 алсақ, 3:30. Енді есептің берілуі түсінікті болады деп ойлаймын. Егер не болса, түсініксіз болып отырса, яғни былай мен бір былай алайыншы, мынандай сағатты былай круг ретінде алайын, круг. Яғни 0-ден басталады, мына жерде 24-тен аяқталады. Яғни круг сағат. Енді мысалы сіздің бір жұмыстарыңыз бар мына жерде. Бірінші жұмысыңыз сағат 4-те басталады, екінші жұмысыңыз 6-да, 8 деп мысалы условно жаздыңыз, 12 деп. Егер сіз мысалы 5-те ұйқыға кетсеңіз, басқа түсіп қолданайын. 5-те ұйқыға кетсеңіз, келесі жұмыс 6, значит 6-ға дейін сіз 1 сағат демалып аласыз деген сөз. 5-те ұйықтасаңыз.
Ал егер сіз мысалы бір жерде сағат 9-да ұйқыға кетсеңіз, онда келесі жұмысыңыз 12. Яғни 3 сағат демалыс дейсіз мына осы аралықта. Ал егер сіз 12-ден кейін мысалы мына жерде 13 деп алайын, 13-те ұйқыға кетсеңіз, келесі жұмысыңыз 4 қой. Яғни мына уақыттың бәрінде сіз демалыс деген сөз. Енді мысалға кезек берейік мысалдарға. Яғни мына мысалды тексеріп көрейік. Екінші мысал емес, мына үшінші мысалды алайын. Яғни бұл жерде былай берген. Так, біріншісі т деген бізде, яғни тесттің саны қанша тест болады? Екіншісі, одан кейінгісі n және hm дейді. Яғни мынау ұйқыға кеткен уақыты өзінің. Және одан кейін n жұмыс. Мынаны мен былай көрсетейін. Яғни осында тест кейс берілген. Бұл дегеніміз былай болып тұр. Яғни Владтың екі жұмысы бар. Бірінші жұмысы міне білгендей. Бірінші жұмысы кешкі 8:15-те. Келесі жұмысы таңертең 10:30-да. Ал оның ұйқыға кететін уақыты 23:35. 23:35-тен кейінгі уақыт ол не таңертең 10:30 ғой. Енді осы аралықты есептейміз сонда. Яғни кешкі 13:35-тен түнгі 12-ге дейін бізде қанша минут бар? Яғни 25 минуттан кейін түнгі 12 болады, 00:00. Одан кейін таңғы 10:30-ға дейін бізде тағы 10:30 уақыт бар. Енді 10:30-ға 25 қоссақ, бізде 10:55, яғни 10 сағат 55 минут ол демалу болады. Мына көрсетіп тұрғандай. Басқа тест кейстер керек мына жерден. Мына жерден 3 тест кейс. Яғни 3 несі бар. Мысалы мына жерде яғни 3 несі тапсырмасы бар, 3 жұмыс, яғни үшеуінің уақыты берген 12:30, 2:45, 6:00 деген. Ал ол сағат 6:00-де, яғни сағат 6-да ровно. Мынау сағат минут деген сөз. 6-да ұйқыға кетсе, ол 6-да жұмыс басталады. Яғни бұл жерде ол ешқандай демалмайды деген сөз, 00 деген сөз. Енді мына бірінші тест кетейік. Бұл жерде тек бір жұмыс бар, яғни 8:00, яғни сағат 8-де жұмыс басталады, ал ол сағат 6:13-те ұйқыға кетеді. 6:13-те ұйқыға кетсе, 8-ге дейін қанша сағат бар? 1 сағат 47 минут бар. Яғни қоссақ, 8 шығады. Мына жерде жауабымыз ретінде 1:47, 00, мында 10:55 дейді. Яғни бұл жерде сұрақ былай болып тұр бізде. Былай көрсетейін. Бізде мысалы n деген бізде яғни жұмыстар береді мына жерде. Мысалы бірінші жұмыстар A1 дейік, A2, A3. Сондықтан n-ға дейін бірде жұмыстар бар. Және бұл жерде бізде уақыт береді, өзінің ұйқыға кететін уақыты. Енді бізге мына жұмыстардың ішіндегі өзінің ұйқыға кететін уақыты арасындағы ең жақын уақытқа көреді да. Мысалы былай ғой, қараңыздар. Яғни Т1 уақытта ол ұйқыға кетеді. Мына жерде A1 деген жұмыс бар ғой. A1 жұмысқа дейін ол қанша сағат демалады? A1 минус Т1 демалады, уақыт. Ал мына жұмысқа дейін ол A2 минус Т2 уақытында демалады. Яғни сол сияқты AN минус Т2 минус Т1. Енді бізге мынау осылардың ішінен бізге минимум табу керек. Зерттеулер бойынша. Яғни былай, сіз мысалы ұйқыға кеткеннен кейін, яғни қанша уақыт демаласыз, яғни сіз ұйқыға кеткен уақыттан бастап келесі жұмыс уақыты арасындағы демалыс деген сөз ғой. Енді осыны жазып көрейік. Бұны жазу үшін біз енді былай ғой, 2 сағат бір-бірінен айыру үшін оны қалай есептейміз? Мысалы былай көрейік. Мысалы 3:30-нан 2-де 40 тауып тастау керек.
Оны алу үшін мына жерде біз ойлап береміз ғой, мысалы 30-ды 40-та алмаймыз, мына жерде жауабы 20, 50 болады, 50 минут. 50 минут екенін бұны табу, міне былай қиын болады да негізі осылай табу. Ол үшін біз мыналарды бәрін минутқа айналдырамыз. Мысалы 3 сағат, 3 сағатта қанша минут бар? Яғни 3-ті 60-ға көбейтеміз, 180 ғой. 180-ге 30 қосамыз. Яғни 3,5 сағат дегеніміз ол бізде 210 минут. Ал 2-де 40, 2 дегеніміз 120, яғни 2 сағат 1 сағат 60 минут па, 2 сағатта 120 минут па. 120-ға 60 қоссақ 160. Яғни 210-нан 160 алсақ 50 шақты. Яғни табу оңай, иә, бұл жерде. Енді келесі мысалды көрейік мынандай. Ал 4-тен 4,5 дейді да, мында 1-де 10 дейді. Яғни біз мына жерде уже есеп салу оңай да негізі. Мында 20, мында 3, яғни 320. Енді мына минуттармен есептеп көрейік. 4 60-ға бөлсек 240, 240-ға қоссақ 270. 1-де 60, 70. Яғни алсақ бізде 200 шығады. Енді 200 минутты сағатқа айналдырамыз. Сағатқа айналдырғанда біз оны 60-қа бөлеміз. 60-қа бөлгенімізде бүтін мәні 3 қой. Яғни 3 сағатта біз 180 минут, 180-ді алып тастасақ, 20-ға соңында минут. Енді бізде басқа кейстер болады. Жаңа біз айтқанымыздай, например, ол кешкі 11-де ұйқыға кетуі мүмкін. Бірақ оның жұмыс уақыты түнгі 1-де. Яғни кіші болып қалды да, керісінше. Бұндай уақытта не істейміз? Бұл кезде біз былай істесек болады. Яғни мына сағаттан 12-ге дейінгі уақыт табамыз. 12 дегеніміз 24:00 ғой. 24:00-ге дейін табамыз. 24:00-ден 1:00-ге дейінгі уақыт тауып қоссақ болады екен. Мына жерде былай көрсетейін, круг ретінде көрсетейін. Мына жерде біздің 0 тұр. Біздің ұйқыға кететін уақытымыз мына жерде 23, ал жұмыс істейтін уақыт 1. Мына аралықты табу керекпіз. Осы аралықты. Яғни біз 23-тен 1-ді алсақ, біз мына аралықты тауып қоямыз, да? Ал біз білеміз, мынаның барлығының суммасы 1 сағат, яғни 1 тәулікте 24 сағат бар ғой. Сол үшін біз мынадан, яғни үлкеннен кішісін алып, шыққан мәннен 24-тен шыққан мәнді алсақ болады. Яғни бұны біз былай істесек болады, керісінше. Яғни 24-тен мына екеуінің айырмасын аламыз, керісінше айырмасы, яғни 23:00-ден 1:00-ді алсам, менде 22:00 қалады. 24-тен 22-ні алып тастаймын. Өзімде 2 сағат, яғни кешкі 11-ден түнгі 1-ге дейін мен 2 сағат демала аламын. Енді онда мен көкөм жазып көрсетейін. Бірінші мен айқалсын. N басында үшке тең болсын. Ары қарай. Мен тек бір тест үшін жазып қояйын. Басында. 1, 2, 3. Мына жерде келгенде бірінші бізде Т деген, яғни барлық тесттердің саны. Яғни бірінші тестті NMH деп оқимыз. NMH. Оқыдық. Енді ары қарай мына жерге жазып тұр. Ары қарай біз N қатал оқимыз. Яғни мына жерде мысалы
бір жұмыс болса бір линия оқимыз, үш жұмыс болса ары қарай үшеуін үшеуін оқу керек болады. Мына жерде екі жұмыс екеуін оқимыз. Біріншісі сағат, сосын күн. Біріншісі минут оқимыз. Енді біз жаңа айтқанымыздай, біз былай, яғни әрқайсысын салыстырып өтсек болады. Мен жаңа көрсеткен мысалдарға. Мына мысалдағы бірінші А1-ді оқимын, А1-ден П1-ді алып тастаймын. Яғни ол деген мен мынаны не ретінде алайын. Мысалы my time, яғни мен үйге ұйқыға кететін уақытым, мен өз уақытымды неге алып тұрамын, минутқа алып тұрамын. Яғни сағат 60-қа көбейтіп минутқа алып тастаймын. Енді ана жердегі уақытты да солай табамын. Мысалы бір жұмыс бір жұмыстың уақыты, оны да 60-қа көбейтсем де оған минут қосамын. Енді бірінші екеуін мен салыстырамын. Егер жұмыстың уақыты менің уақытымнан кіші болса, онда екеуінің айырмасын сақтаймын. Результатымды ал егер олай болмаса, онда кетінші өзім уақытыммен мына жоқ тайымды аламын. Мына жерде менің сағатым бар ғой, 24:00. Оны алып тастауым керек, 24:00-ден болсын. 24:00 дегеніміз ол 24/60. Біз бұл уақыт таптық, бірақ біз бұл уақыттарды, яғни бір-бірімен салыстыру керек әркез. Мына жерде уақыт таптық қой. Оны бір общий уақытпен салыстыру керек болады. Оны табу үшін біз мына жерде жазатынымыз центр жазатынымыз тересі тұра берсін. Мына жерде біздің яғни результатымыз болсын. Результатымен 24/60. Әзірге максимум бір сан болсын. Әркез оны мынамен салыстырамын да результатпен. Салыстырып отырамын. Соңында менде результат, яғни бір уақыт белгілі болады. Соңында мына жерде бәрін салыстырып кеткен кезде менде бір мән шығады. Мұнда менде результат мән болады. Яғни ол мәнді мен былай екіге бөліп жазып, мына менде тек минут форматы жазылады, оны мен сағат пен минутқа бөлгім керек болады екіге. Сол үшін бірінші оны сағатын табамын, 60-қа деп. Ары қарай оның минутын табамын. Тексеріп көрейік. 3, 4, 6, 13, 8, 0. Ona bir kavga şarttır. İkincisi 3, 6, 0. Birinci 12 жарым. İkincisi 14,5. Üçüncüsü 6. Yani bundan 0'le de şarttır. Şimdi üçüncüsü 2, 20, 35. Ben de 85 birincisi. İkincisi 10 жарым. Bak, ben sana yeminle de şarttır. Мына жерде тұтастана қалпында менде мына уақыт ең ардың кіші болса, қандай қайтадан қарап көрейін.
яғни біздің қайсысын дұрыс демек жауаптан уақыт табамыз. Яғни 23, 35'te 10 жарым. 10 жарымнан 24'e алу керекпіз. Ал үшін орда егер ауыстырамыз. Минут қалдырсақ, мынау 630. Минут қалдырсақ 23 қиюды 60, 35 болады. Қайталамыз. Маған елге шығып тұр. Маған біз қайталамыз деп, 35, 15, 30. Жоқ, дұрыс жетті. Алда санды мәлімет берген шығар. Онда жеп көрейік. Şimdi her cevapta seçim var. Өйткені мынау результатымен яғни әр яғни мысалы егер менде тест болса, әр тестке жаңадан результат қалдыруым керек болады. Максимум. Максимумда келесі жетпей удалить это протекст. Ана бұл жерде есептің берілуінде бізге яғни бір массив беріледі. Яғни алдыңғы элементтерді өшіріп отырсақ болады, бірақ соңғы элементтер яғни бірдей элемент қалмау керек соңғы элементтер ішінде. Мысалы қараңыз, мынандай массив берілсе, біз мына бірінші үшті алып тастау керекпіз. Өйткені мына соңғы элементтерді яғни ерекше яғни бірдей емес уникальный элементтер қатысып жатқан. Яғни былай айтайыншы, бізде мынандай бір массив берілген. Бірнеше элементтер бар. Бізге мынандай соңынан қарағанда бізде осындай бір массив қалу керек. Ішіндегі элементтер әртүрлі болатын. А болса, мында Б, С, Д, Е деген сияқты. Әртүрлі болу керек. Яғни бірдей элементтерді мына жақтан сызып тастау керекпіз басында. Яғни бірінші тест кейс былай болып тұрды. Бір. Мысалы, осындай тест кейс бізге басынан мына төртті сызып тастау керекпіз. Өйткені мынау мынаның бәрін алсақ, мына жерде төртті қайталанып тұр да. Бізде қайталанбайтын бөлік қалу керек. Осына бірінші төртті алып тастаймыз. Алпса басқа мынандай тест кейс болуы мүмкін. Мысалы, төрт.
Мысалы 5 деп қояйын. Осындай массив болсын. Мына жерде мен қарап отырсаңыздар мына 1 мен 1 кездесіп тұр, яғни біздің соңынан қарағанда мынау қалу керек бізде. Өйткені мына 1-ді қосып мына төртеуі бірдей, яғни бастапқы екенсіз жасаймыз. Яғни бізге тек қана мынандай қанша элемент жасаймыз, соларды шығару керек та. Бұны шығару үшін, яғни бірінші идея мынандай өтіп келеді бізге. Массив береді, біз соңынан бастап қарап отырамыз. Яғни бірдей емес элементтер болса, қосып отырамыз. Бірдей элемент келген жағдайда, бір, 4, 5, 7, 3 деп мысалы мына бірдей. Мына жерде бір кездесіп қалса, өйткені бір біздің де, яғни бір бар екенін жазып қойдық. Бір мында кездессе, оны бұдан сол жағын бірақ сызып тастау керек болады. Себебі бізде мынандай соңында мынандай бірдей емес элементтер қалу керек та. Енді басқа мысал берейін тағы да. Мысалы 5, 3, 2, 1, 4, 7, 6, 1 деген. Осындай мысал болсын. Біз басынан бастап қараған бізде тиімсіз болады. Өйткені бізге соңғы жағында бірдей емес элементтер қалу керек. Мына жерден мысалы қарайық. 1. Яғни бұл сеп шығару үшін біз жиын деген болады, сеп. Соны қолданамыз. Яғни бірінші мына 1-ді салып қоямын. Сетқа 1 бар деп қоямын. Келесі 6-ға келеді. 6-ды салып қоямын сетқа. 6 бар деп. Одан кейін 7-ге келемін. 7-ді салып қоямын. Одан кейін 4-ге келемін. 4-ді салып қоямын. Одан кейін қайтадан 1-ге келсем, 1 менде уже бар да, менің ішінде. Яғни жиынның ішінде. Сондықтан мына 1-ді салмау керек, яғни значит 1-ге дейінгінің бәрін салмау керек, яғни мына алдыңғы элементтерді шығара саламын. Қанша элемент бар? Яғни ол деген мен мына жерде индекс болса, индекс I деген десем, I плюс 1 деген шығара салу керек болады ма? Мына жерде былай жазып көрсетейін. Так, бізде тесттер қалай берілген? Мына жерде Т тест берілген. Бірінші N, ары қарай N сан беріледі. Мына мысалдарды қарап көрейік. Мен бәрі сіздер шығайын. Осы жерде. Бірінші мысал қарайық. Бірінші мысалда 3 бар соңында, 4, 1. Ана бірінші 3-ті сызып салу керекпіз. Бұл жерде жауап 1 болады. Екіншісінде мысалы 1 бар. Мына 1 уже керек емес, өйткені уже соңында 1 бар болған. Яғни алдыңғының бәрін сызып тастаймыз. Бұның жауабы 4 болады. Енді келесі. Келесі 1 дейді. 1-дің өзі ғана бар. Бұл жерде ештеңе сызып керек емес. 0 болады. Келесінде 6 дейді. Қарасақ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни бірдей элемент жоқ ешқандай. Бұл жерде де ештеңе өшірмейміз. 0 болады. Енді келесісіне қарайық. Соның жетіншісінде 1, 2, яғни 1 мында қайтадан кездесіп қалды. Значит, бұның алдындардың бәрін сызып керек болады. Бұның бәрі бізде 5. Жауап бізде 1, 4, 0, 0, 5. Мында бергенде 1, 4, 0, 0, 5. Енді көбін жазып шығайды. Көбін жазғанда бізде N деген сан болып қалған қасында. Қарай массивін жасаймыз. Енді жаңа айтқандай мынандай сегіз құрамыз. Және соңынан бастап, яғни мысалы I менде болсын, N-1, яғни соңғы индекс болсын да. Мына жерде мен мәдісін қолданамын да, соңғы индекстен бастап алдыға қарай жүре беремін.
Эми байзам, яғни ай менде минус бірден үлкен болса деймін да. Үлкен болса ары қарай жүре беремін. Жайдан нөлден бастаймын. Егер айншы элементі бізде сеттің ішінде болмаса, например, s. Онда s неге салып қоямын, яғни жиынға салып қоямын. Ал егер уже болған жағдайда s-ның ішінде болса, мендегі былай деші, ішінде болса, онда мен брейк дейсін, яғни жиынның ішінде болса, мен брейк деп мына циклдан шығып кетемін. Ал егер ішінде болмаса, онда мен жиынға қоса беремін. Және мына айда минус бір деп азайта беремін. Яғни айды азайтқан себебім, басында бізде ең соңғы индексте тұрмыз ғой, мына жерден мысалы мынаның индексі 4 болады. Одан кейін артқа қайту керек, біз мына индекске қайту керек 3 болады. Ал 2 ал 1 деген сияқты. Яғни нөлге дейін қайтамыз. Қайттық, енді соңында бізде индекс бар ғой. Яғни егер біз барлық элемент салатын болсақ, мына жерде біз 3-ке келдік қой, яғни мына жерде индекс 3 болып қалды. Мына жерде индекс 0 болып қалды, мына 0-ге келді. Мына жерде индекс бізде минус 1 болып кетті. Мына жерде де минус 1 болып кетті индекс. Мына жерде индекс 0, 1, 2, 3, 4 индекс 4 болып тұр. Бірақ мына жерде элемент 5 элемент сызу керек бізге. Мына жерде 0 элемент, яғни қарап отырсаңыздар, әрқайсысына плюс 1 қосып отыру керекпіз. Индекс 3 болса, онда мына жерде 4 элемент сызу керек деген сөз. Индекс минус 1 болса, значит ешқандай элемент сызбау керек. Минус 1 болса 0. Яғни егер 4 индекс 4 болса, онда бізге 5 элемент сызу керек. Мына жерге ай плюс 1 деп қоямын. Енді мына жерден ран жасасам, енді тексеріп қояйын. Яғни 5 4. Жауап бірге, яна бірінші элемент сызып салдым. Енді ішінде 5 1 5 4 элемент сызып саламыз. 0 элемент 6 5 4 3 1. Бұл жерде ешқандай элемент алмаймыз. Сол үшін жауабы нөл шығыпты. Келесі 2 2 1 5 элемент сызамыз. Енді осыны жүйеп көрейік. Міне өсіп тұр. Енді қарай үшінші сетті топайық. Яғни бізге бір минимум сан табу керекпіз. Яғни минимум санның цифрлардың қосындысы s-қа тең. Және ол минимум санның ішіндегі әр цифрлар әртүрлі болу керек. Яғни ол былай, мысалы s тең 20 дейді. 20 болса, жауабы 389 дейді. Үшін 389, оны былай ойланып көрейік. Мысалы n 20-ға тең, ал біздің жауабымыз 389 болып тұр. Яғни 389-ға 3-еуінің 3 цифр бар бізде қосындысы. Яғни 3 қосу 8 қосу 9 бұл 20-ға тең. Яғни бұдан басқа да варианттар болып жатыр, бірақ мынау ішіндегі ең кішкентай осы болып тұрды. Мысалы біз 983 деп жазып алып, бірақ ол надан үлкен болып кетеді. Немесе біз былай жазып алып жатыр.
отыз жеті бір тоғыз десек болушы еді, яғни қосындысы бәрібір не ғой, жиырмаға тең ғой. Бірақ бұл бізде төрттен басуымыз керек бұл кезде. Яғни бұл жердегі логика мынандай болып тұр. Бізге минимальный стимуланы табу үшін бізге, яғни таңбалардың санын кішірейту керек бірінші. Мысалы былай айтсам, мына жерде бес деп алайын. Беске бізде варианттар көп. Мысалы 23 болуы мүмкін, келеді. 32 келеді, 14 келеді. Немесе 122 екіден 22 келмейді, өйткені цифрлар бірдей болмау керек. Сосын, яғни үштен басқан мына келмейді, яғни 41 болады. Иә? Немесе 5-тің өзі болады. Біртен басам. Яғни бұл жерде қарап отырсақ, бізде минимум шешім қайсы болып тұр? Ол 5-ке 5 болып тұр, иә? Минимум шешім. Яғни бұл былай деген сөз, егер бізде n оннан кіші болса, онда сол санның өзінің категориясы алу керекпіз. Өйткені одан мынандай 2 таңба 3 таңбасаны істеп керек емес. Өйткені ол бізде 5-тен үлкен болып кетеді. Басқа бір сан olur. Мысалы 18 деп алайық. Суммасы 18-ге тең. Біз қанша таңбасын нәрсесі болады? 18-ге тең. Ең кем дегенде 9, 8, 1. Яғни 189 деген ең кіші сан болады. Неге? Себебін көрейік. Мысалы біз мынадан, яғни 3-тан басқан ғой, біз бұдан 2-тан басқан істей алмаймыз. 2-тан басқан істесек, ол 99 болып кетеді да. Бірақ 99-ды 2, яғни бір цифр 2 рет қайталанып, сол үшін бұны ата алмаймыз. Яғни кемінде 3-тан басқан болу керек. 3-тан басқанның ішіндегі ең минимумы осы болып 189. Бұны мен қалай таптым? Яғни біз яғни цифрларды кішірейту үшін бізде қандай бір сан берілсе де, одан бірінші 9 аламыз сол саннан. 9 алып, соңына қоямыз. Мысалы, мына егер мысалы 32 болсын. 32-ден ең кішкентай сан тапсақ, минимальный. 32-ден 9 қойыңызшы, қанша болады? 23 болады. Яғни бізде бір сан бар деп, яғни соңғысы 9-ға тең болады. Енді одан кейін 9 қатарынан қолдана алмаймыз ғой. 8-ді қолданамыз. 23-тен 8 алсақ, қаншаға тең болады? 15-ке тең болады. Ары қарай 8 қолданамыз, 7-ні қолданамыз. 15-тен 7-ні алсақ, 8. Ары қарай 6-ны қолданамыз. 8-ден 6-ны алсақ, 2. Яғни 32-дің біз ең кішкентай сан, ол осы екен. 26-789 екен. Цифрлардың қосындысы. Бұдан кіші сан істей алмаймыз. Мысалы 5-тен басамыз. Егер біз 4-тен басаны істейміз десе, 4-тен басаны істей алмаймыз, өйткені 4-тен басаны істейтін болсақ, яғни кейбір цифрлар не болып кетеді? Бірдей болып кетеді. Мысалы 9 мына жерде 6 деген сияқты. 6 емес, 6 болса күледі. 9 демейді, яғни не осындай сан болады? Немесе мыналарды мысалы ойлап көрейік. 6, 8, 9, 9 деп көрсек болады екен. Бірақ бәрібір мына жерде мынаны кішіреткенмен басқа не таба алмаймыз. Мынаны тауып кетіп кетті. 7, 8, 8, 9 болады. Бірақ бәрібір мына жерде біз 4-тен басқан шығара алмаймыз. Яғни цифрлар әртүрлі болады. Өйткені бәрібір бір сан үлкен болып кетеді. Яғни қай санды, қай цифрларды алып шықсақ та бәрібір 4-тен басқан шығара алмаймыз. Яғни минимум 5-тен басқан болады. Яғни біз логикасын таптық, бірінші 9-дан бастаймыз, 8, 7 деп кете береміз. Енді осыны жазып көрейік. Бұл жерде тоже бірінші тест беріледі, қарай сандар беріледі. Берілген сандарды көрейік. Осыны шығарып көрейік бірінші өзіміз. Диаграммасымыз. 28, 5. 28, 5, 10 дейді. 20-ның жауабын жаңа біз білдік. Енді бірінші қағаз қайтадан есеп жасайық. 9 аламыз, 8 аламыз. 9-ға 8 болса 17, 3.
сегіздің жауабы ол 8 болады. 45 кім көрейік. 45 былай болады. Осындай сан болады. Бардың қосындысы 45-ке тең. Енді 10-ды көрейік. Цифрлардың қосындысы 10-ға тең болады бізде. Минимум 19 болады. Яғни 9 аламыз, 1 аламыз. 9. Тексерсек неше болып тұр сол сандар. Енді код жазайық. Бізге n берілген. Ары қарай бір результат болды. Neden мүмкін болса, бірінші менде ай 9-ға тең болады. Бірінші біз былай жазайық. Одан бұрын, егер n 10-нан кіші болса, онда сол санның өзін жаза саламыз. Онда андремен continue қойсам, келесі тестқа көшіп береді. Ал егер 10-нан үлкен болған жағдайда, яғни 10-нан үлкен немесе тең болса, онда айларды алып отырамыз бар. Оны жазайық. Егер n бізде айдан үлкен және тең болса, онда ол айды n написамыз да, результатқа қоямыз. Ал егер кіші болса, онда n-нің өзін жазамыз да, n-ді нөлге теңестіре саламыз. Немесе мұнда break деп жазсақ болады. Егер 4, 20, 290 көп. Менің айдан минус бөлінетін бұл. Мына жерде әркез айды кішірейтіп өткен керек. 20, 3,8 кетті. Так, 20, 5, 8, 11, 19 yanlış yaptık. Yani бұл жерде біздің ойымыздан деп ол егер 10-нан кіші болса өзіміз шығарасамыз, 10-нан үлкен болса бірінші 9-дан бастап ала береміз. Мысалы бізде 9-ға тең болсын. Егер n-нан шартымен қойдым, өйткені кей кезде менде бітіп қалады ғой. Мысалы мына жерде 20 болған кезде мына жерде 3 болып қалады ғой, 3. Мен 3-тің өзін қоя саламын. Сол үшін керек болды да, бұл шарт. Ары қарай мысалы 9 болған 9-дан алып тастаймын. 20-дан 9 аламын. 9-ды қосып қоямыз сан ретінде. Одан кейін 8 болсам, 7 болсам, яғни n кіші береді әркез. Және n менде айдан кіші болып қалған кезде n-нің өзін қоса саламын. Яғни менде ана жерде жаңа 9, 8, ай 7-ге тең болды ғой 20-дан. Ал менде n менде 3-ге тең болып қалды да, сол үшін мен 3-тің өзін қоя саламын. Егер сұрақтар болса, комментарийға жазыңыздар, немесе біздің телеграм каналдың чаттарына жазып сұрасаңыздар болады.
бүгінге осы контесттерге қатысып отырайық. Содан кейін есептерді талқылап отырамыз чаттарда осындай видео сабақтарда.